Сәлеметсің бе? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Сабағымызды бастамас бұрын, келесі видеоға назар аударып, жалғасын тап. Шай ішетін ыдыс, кесе. Үй жануары, есек. Аяғыма кигенім, етік. Өте жақсы. Бұл сөздердің барлығы қай әріптен басталып тұр? Дұрыс айтасың. Е. Бұл Е дыбысының бас және кіші әрпі. Бүгін біз Е дыбысы және әрпімен таныстық. Ол жіңішке дауысты дыбыс. Сондықтан оны қызыл түспен белгілейміз. Есек сөзі Е дыбысынан басталады. Қане, дыбыстық талдау жасап көрейік. Е дауысты қызылмен белгілейміз. С дауыссыз. Е дауысты. К дауыссыз. Буынға бөліп көрейік. Есек. Екі буын. Есек сөзінде 4 әріп, 4 дыбыс, 2 буын бар екен. Е дыбысы сөздің басында да, ортасында да, соңында да кездеседі. Оқылым. Әріптерді бөлмей, созып, қосып оқуға дағдылан. Арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып қой. Ер. Тер. Жер. Бер. Ел. Бел. Жел. Сел. Ет. Бет. Жет. Шет. Ем. Емен. Ес. Бес. Ескек. Өте жақсы. Қайталап оқып көр. Жазылым. Е дыбысының бас және кіші әрпін жазып көрейік. Жоғарыдан 1, 2, 3, 4. Енді кіші әрпін жазып көрейік. 1, 2, 3. Е. Өте жақсы. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Бұл елік. Елікті қазақ халқы қасиетті жануар деп қастерлеген. Олар орнынан секіріп жылжиды. 100-ге жуық өсімдік түрімен қоректенеді. Сүті өте құнарлы. Киіктер өте қорқақ жануар екен. Қашып бара жатып, міндетті түрде артына қарайды екен. Сөйлем құрап көрейік. Алақай, елікті көрдім. Ол әдемі. Енді өзің құрап көр. Ойлан тап. Кесе сөзінде С әрпінің орнына Ш әрпін қойып көр. Қандай сөз шығады? Жарайсың, керемет. Сен бүгін сабаққа өте белсенді қатыстың. Басқа әріптермен танысу үшін видеолар бөліміне өтіп қарап көр. Келесі кездескенше сау бол.